Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін ұзақ өмір сүру туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. ақш-та жасалған зерттеу нәтижесінде пессимистерге қарағанда оптимистердің ұзағырақ өмір сүретіні анықталды. Зерттеу деректері 76 жылдан бастау алатын 71 мың адамның өміріне оптимизм мен пессимизмнің әсерін зерттеген ғалымдар оптимистердің 85 жастан артық өмір сүретін ықтималдығы жоғары екенін айтқан. Мұны оптимистердің жақсы ойлауы, сезімдерін оңай реттей алуы және стрессті кері әсерінен қорғана алатындығы әсер еткен. Зерттеуде адамдардың жалпы денсаулығымен қатар өмірге деген көзқарасы оптимистік не пессимистік деңгейі қарастырылды. Дене жаттығуы, қоректену дағдылары және темекі, спирттік ішімдік қолданулары да есепке алынған. Оптимистер, яғни жақсы ойлау деңгейлері төмендер мен жақсы ойлау деңгейлері жоғары ерлер мен әйелдер салыстыра келе, оптимистің көзқарасы жоғарылар 15%-ға ұзағырақ өмір сүретіндігі және 75-85 жастан асу ықтималдығы жоғары болатындығы байқалған. Зерттеу жүргізген Босон университетінің медицина факультетінің психология доценті Ли ашқан жаңалығымыздың позитивті ойлау деңгейін арттыру адамның ұзақ жасау және салауатты өмір сүруіне ықпал ететіндігін көрсетті деп мәлімдеді. Сондай-ақ барлық нәрсенің тұрмыс-тіршіліктің дұрыс жүріп жатқандығын ойлау және танымдық амалдық терапия секілді сыртқы әсерлер арқылы оптимистік көзқарасты арттыруға болатынын айтқан Ли, зерттеулер оптимистік адамдардың алдыға қойған мақсатына жете алатындығына сенімі мол болатындығын, келеңсіздіктерді шешуде өте тез болады және стрессті жағдайларда сезімдерін оңай реттей алатын адамдарын көрсетеді. Университетте оптимистердің күйзелісті оңай жеңе алуы және негативті жағдайларда ұстамауы өте жақсы түсіндірілген. Сонымен қатар Гамбург деген университетінің ғалымдары оптимистердің суық тию деген дерттерге төзімді екенін мәлімдеген дейді. Ғалымдар болса, оптимистер жүрек қан тамыр ауруларымен сирек ауыратынын дәлелдеген. Сондықтан ұзақ өмір сүргіңіз келсе, оптимист болыңыз. Оптимист болу оңай, барлығын жақсы жаққа қарай алсаңыз, өміріңіз жеңіл болады. Егер сізге осы видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз